Құрметті достар, егер де сіз зәрулем кетіп бара жатып, бір кісіні қағып кетсеңіз, ол әрине Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 345-ші бабымен сіз сотталатын боласыз. Ал егер де сіз ішімдік ішетін болсаңыз, яғни мына пива, арақ ішетін болсаңыз, ол кезде сіз жолда кетіп бара жатып, солай түсіп бір адамды қағып кететін болсаңыз, сіз Қазақстан Республикасының 346-ші бабымен сотталатын боласыз, ағайындар. Сол себепті жолда жүргенде барынша абай жүріңіздер, сақ жүріңіздер. Ең бастысы, ағайындар, бауырлар, қазақтар, ішпеңіздер. Жолда жүрген кезде, рөлде жүрген кезде мына бәлеге жоламаңыздар. Ешқашанда даже жоламаңыздар, ішпеңіздер, ағайындар. Қазір заң қатал, заң кешірмейді еш уақытта. Сол себепті қолдан келгенше ағайындар қолдап отырыңыздар, поддержка беріп отырыңыздар. Одан кейін тағы бір ағайындар, тағы бір нәрсені сіздерге айтып кетейінші, мұқият тыңдаңыздаршы. Әсіресе қазір тойдың сезоны басталды, тойдың сезоны. Тойға барасыздар, тойда ішесіздер, тойдан кейін не істейсіздер? Рөлге отырып аласыздар да, ай жібересіздер. Алдарыңыздан гәй ұстайды. Сол ұстағаннан кейін сіздер ішімдік ішкендеріңіз байқап, тағы да сол 345-ші бап бойынша үстеріңізден қылмыстық іс қозғалады. Сол себепті ағайындар, рөлде жүргенде, жалпы өмірде мына бәледен аулақ болыңыздар, ағайындар, аулақ болыңыздар.